Келесі тақырып жаңа өмірдің қиындықтары деп аталады. Яғни мынау кеңес үкіметі орнап, жаңағы азамат соғысы аяқталғаннан кейін, қазақ АКСР құрылғаннан кейінгі қандай қиындықтар, осы кезеңде қабылданған жаңа саясаттар, жаңа экономикалық саясат туралы айтып кетеміз. Енді мынау республикада қоғамдық саяси өмірге тоқталатын болсақ, бұл кезеңде 1925 жылы ақпан айында Қазақ облыстық партия ұйымы облыстық партия ұйымы, яғни өлкелік партия ұйымы деп өзгертілген екен. Сол жылдары елде жастар қозғалысы өріс алды. Сөйтіп 1921 жылы шілдеде Орынборда Қазақстан комсомолының бірінші съезі болып өткен екен. Ғани Мұратбаев осы Қазақстан мен Түркістандағы дарынды комсомол ұйымдастырушысы болған екен. Алдарыңызда тұр. Ол кезеңдері жаңағы комсомол, яғни жастардың, яғни коммунист жастардың осындай қозғалысы болған екен комсомол. Ол Ғани Мұратбаев осы Түркістан комсомол орталық атқару комитеті Қырғыз бюросының тұңғыш төрағасы болып сайланды. Өмірінің соңғы жылдарында ол коммунистік жастар интернационалы шығыс бөлімінің меңгерушісі болып қызмет еткен екен. Яғни ең тұңғыш және ең белсенді комсомолымыз осы Ғани Мұратбаев деген кісі болған екен. Өкінішке орай бұл кісі өте ерте қайтып кетеді. Енді қалың мал алуды жою, көп әйел алушылыққа, әмеңгерлікке тыйым салу туралы декрет жан-жақты насихатталды бұл кезеңде. Сөйтіп әйелдер қозғалысы кеңінен дамыды. Әйелдер қозғалысының көрнекті қайраткерлері бұл кезеңде Оразбаева, Арықова, Құлжанова, мына алдарыңызда тұрған, Есованың, Иманбаеваның, мына алдарыңызда тұрған, және басқалардың қазақ әйелдерінің күндіктен босатуға қосқан үлесі зор болды. Ауылдарда Қызыл Отау деп аталатын ағарту жұмысының орталықтары жаңағы пайда болған екен. Қызыл Отау деп отқанымыз ауылды жерлерде осылай кеңес үкіметі жаңағы ағарту жұмысымен айналысу мақсатында құрған сондай бір отаулары. Қазақ АКСР халық комиссарлар кеңесі қырғыз және орыс тілдерін қолдану тәртібі туралы декрет қабылдады. Сөйтіп 23 жылғы 22 қарашада Қазақстан орталық атқару комитеті қырғыз, яғни қазақ тілінде іс жүргізуді енгізу туралы декрет қабылдады. Партия жұмысының барлық буындарында әміршіл, әкімшіл басқару жүйесінің әдістері енгізілді. Ешқандай жария оппозиция болмағандықтан орталықтағы Сталинге табынғандай Қазақстанда жергілікті көсем Голощекинге басыру, төрешілдік құбылыстары үкіметтің бетімен кетуі орын алды. Жеке меншікті, оның басқа түрлерін, тауар айналысын аяусыз жою, идеологияның экономикадан басым болуы, осының бәрі казармалық социализм негіздерінің орнығуына әкеліп соқтырған екен. Енді келесі тақырып бұл аршашылыққа қарсы күрес деп аталады. Мынау 20-шы жылдары 21-ші жылдың жазында әсіресе республиканың едәуір бөлігін қуаңшылық жайлаған екен. Оның алдында қатты жұт болып, ол кей жерлерде малдың 80%-на дейін қырылуына әкеп соққан еді. Яғни 21-ші жыл өте ауыр жыл болды қазақтар үшін. 20-21 жылдар бұл жаңағы жұттың және аштықтың болған уақыт екен, алғашқы аштықтың. Ашығушылар республика халқының 1/3 бөлігін қамтыды. 1921 жылғы қарашада 1.508.000 адам ашықса, 22 жылғы наурызда 2.303.200 адам ашыққан екен. Мамыр-маусым айларында бұл мөлшер кеми бастады. 21 жылдың жазында бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің декретімен Орал, Орынбор, Ақтөбе, Бөкей, Қостанай губерниялары аштық жайлаған аудандарға жатқызылды. Бірақ бұл ашаршылықтың 30-шы жылдардағы ашаршылықтан басты айырмашылығы бұл табиғи құбылыспен, яғни табиғаттың әсерінен болған жаңағы аштық. Ал 30-шы жылдар білесіз, қолдан жасалынған аштық болған еді. Ол кезде адам тіптен көп қырылып кетті. Оның үстіне аштыққа індет қосылды, яғни ауру. Сөйтіп 22 жылдың маусымына қарай Батыс Қазақстанда аштыққа ұшырағандар мен аурулардың жалпы саны халықтың 82%-на дейін жеткен екен. Қазақстанның солтүстік батыс аудандарында аштық жайлады. Астық мол болған Семей және Ақмола губернияларынан орталықтың азық-түлік отрядтары ауыл шаруашылық өнімдерінің артығын алып кетіп өтті.
сонда мысалғы астық мол болған Семей, Ақмола губернияларының азық-түлік отрядтары ауыл шаруашылығы өнімінің 80%-ын әкеткен екен. Онда астық 4 миллион пұт болса, май 24,5 пұт көлемінде алып кетілген екен. Бұл жиналған азық-түлік пролетариат орталықтары Мәскеу, Петроград, Самара, Қазан, Саратовқа жіберілді. Нәтижесінде Қазақстанның астықты аймақтарының халқы да ашыға бастады. Еділ бойынан аш халықтың Қазақстанның батыс губерниялары арқылы Түркістанға үздіксіз ағылып келуі жағдайды одан бетер қиындата түсті. Кеңес үкіметі аштыққа ұшырағандарға көмекке өте кеш келді. Бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің декретімен республиканың егін шықпаған аудандарының халқы азық-түлік салығынан босатылды. Яғни бұл жаңағы аштықтың салдарымен күресу үшін жасалынған ең алғашқы қадам. Міне осындай декрет шығарады. 22 жыл егістіктің 60%-ына кеңес үкіметі берген дән себіледі. 21 жыл 14 маусымда нақты ет салығы туралы декрет шығып, қазақтар ет салығынан босатылады. ОБТ-да осы сұрақ келсе, нақты ет салығы дегеніміз не десе, көбісі жаңағы ет салығын енгізу деп түсіндіреді. Керісінше, 21 жылдар болған аштыққа байланысты, керісінше кеңес үкіметі қазақтарды ет салығынан босатады осы декреттің негізінде. Еңбек және қорғаныс кеңесінің қаулысына сәйкес қазақ АКСР-не ауыл шаруашылығы машиналары мен құралдарын сатып алу үшін несие бөлінді. Кеңес үкіметі Қазақстанға егін шықпау салдарынан зардап шеккен шаруаларды мал сатып алу үшін аз да болса қаражат бөлді. Сөйтіп, өлкенің 2 миллионнан астам ашыққан халқына көмек көрсету жөніндегі төтенше шаралар қолданды. Ашыққандарға кеңестік Түркістан туысқандық көмек көрсетті. Республикадан 20 мың ашыққан адам қабылданған екен. Сөйтіп, 21-22 жылдардағы аштықтың салдары бұл демографиялық жағдайды ауырлатты. Орынбор, Қостанай, Ақтөбе, Орал, Торғай губернияларында ауылдағы халық саны аштыққа дейінгі 1/3-іне дейін азайып кетеді. 700 мыңнан астам адам, соның ішінде Ресей мен Украинадан келген шаруалар республикадан тысқары жерге көшіп кетеді екен. Яғни 20-21 жылдары болған ашаршылық осындай сипатта болған екен. Кеңес үкіметі осындай шаралар қолданды және осындай нәтижелерге алып келген екен. Енді келесі тақырып жер су реформасы. Жер су реформасы деп отқанымыз не? Мынау 21 жылғы сәуірде Сібір және Орал казак әскерлеріне берген жерді қазақ еңбекшілеріне қайтару туралы декрет шығарылды. Естеріңізде болса, патшалық Ресей тұсында Сібір казактары, Орал казактарына Қазақстанның біраз, әсіресе егіншілікке қолайлы аудандары жерлер берілген болатын. Осы 21 жылғы сәуірде шыққан декрет, жер реформасы арқылы бұл жерлер қайттан қазақтардың өздеріне қайтарылды. Осы декрет бойынша қазақ шаруалары сонымен қатар Ертіс жағалауындағы жерінде қайтарып алды. 21 жыл Жетісуда да жаңағы жер реформасы жүргізілді. Сөйтіп, қазақ, қырғыз және ұйғыр еңбекшілеріне олардан 1916 жылы көтерілісті басу кезінде тартып алған жерді қайтарды. Сонымен бірге бұрынғы офицерлер жерімен еркін қоныстану учаскелерінен Жетісу мен оңтүстік Қазақстанның қазақ және орыс халқына жер беру үшін көлемі 1 миллион десятинадан астам жер қоры құрылған екен. Ауылдарды кеңес үкіметінің нығаюымен қазақ еңбекшілерінің мемлекеттік және шаруашылық құрылысқа тарту үстінде 1921 жылы құрылған Қосшы одағы деп аталынған кедейлер ұйымы да үлкен рөл атқарды. Осы Қосшы одағы кедейлерге еңбек артельдерін құруға көмектесті, жер беруге қамқорлық жасады. Сөйтіп, 21-22 жылдардағы жүргізілген жер реформасының маңызы отаршылдық аграрлық саясатқа соққы берген екен. Яғни патшалық Ресей тұсында казак әскерлеріне тиесілі жерлер қайттан қазақтарға қайтарылды және 16 жылы ұлт-азаттық көтерілісті басу кезінде шаруалардан тартып алынған, қазақ шаруалары, ұйғыр шаруаларынан тартып алынған жерлер қайттан қазақтарға қайтарылды. Егер ОБТ-да жер су реформасының мәнін сұраса, сіздер осылай деп жауап бересіздер. Яғни кеңес үкіметі кіргеннен кейін, орнағаннан кейін осындай жер су реформасын жүргізген екен. Енді келесі тақырып жаңа экономикалық саясаттың қиыншылықтары мен табыстары деп аталады. 1921 жылғы наурызда азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен алмастыру әскери коммунизмнен жаңа экономикалық саясатқа көшу туралы шешім қабылдайды. Яғни есте сақтаңыздар,
1921 жылғы наурыз айында өткен жаңағы съезд, коммунистер партиясының сол съезде әскери коммунизмнен жаңа экономикалық саясатқа, яғни ЖЭС-ке көшу туралы шешім қабылданады. Енді жаңа экономикалық саясатқа тоқталмас бұрын әскери коммунизммен екеуін бірге салыстыра отырып түсініп алайық. Әскери коммунизм деп отқанымыз не? Әскери коммунизм деп отқанымыз мынау азамат соғысы жылдарында, яғни 1918-21 жылдар аралығында жүргізілген өте қатаң саясат. Коммунистердің жүргізген өте қатаң саясаты. Өйткені елде азамат соғысы жүріп жатыр. Ақтарды қайткенде де жеңу керек. Ақтарды жеңу үшін қаражат керек. Жаңадан құрылған кеңес үкіметіне үлкен капитал керек, үлкен қаражат керек, көмек керек. Сондықтан жаңағы қатаң саясат ұстану қажет болды. Бұның әскери коммунизм деп аталуының себебі сонда. Бұндағы басты сөз әскери, тура әскердегі қатаң саясат ұстану қажет болды. Есте сақтаймыз, бұл 18-21 жылдары, мынау азамат соғысы жылдары жүргізілген саясат. Бұл саясаттың мәні неде? Бұл саясаттың мәні біріншіден мынау ауыл шаруашылық тұрғындарына азық-түлік салғыртының енгізілуіне. Яғни азық-түлік салғырты деп отқанымыз, шаруалар барлық артық өнімдерін өкіметке өткізу керек. Өйткені азамат соғысы жүріп жатыр. Қызылдар армиясына қару керек, тамақ керек, киім керек, оқ-дәрі, бәрі керек. Оның бәрі қаражат. Ол қаражат қайдан алады? Осы азық-түлік салғыртынан алады. Сондықтан жаңағы шаруалар барын, артық өнімнің барлығын дерлік үкіметке өткізеді, өздеріне тек жаңағы әйтеуір келесі айға дейін тамақтану үшін бір бөлігін ғана қалдырады, қалған түгел өнімді жаңағы үкіметке өткізеді. Бұл салықтың өте ауыр түрі. Азамат соғысы әскери коммунизм кезінде қолданылған салғырт деп аталады, азық-түлік салғырты. Одан кейін әскери коммунизм кезінде жекеше кәсіпорындар мемлекет қарамағына алынды. Естеріңізде болса, национализациялады, үкімет национализациялады, кеңес үкіметі. Национализациялау деп отқанымыз жеке меншік бүкіл кәсіпорындарды, мейлі ол жер болсын, мейлі ол кәсіпорын, фабрика, заводтар болсын, түгел жекенің қолынан тартып алып, мемлекеттің қарамағына алады. Өндірістік тауарлар мен астық саудасына мемлекеттік монополия орнатылды. Яғни сауда жасауға рұқсат етілмей, бүкіл жаңағы сауда енді мемлекеттің қолында болды. Өнімде айырбас, яғни бөлу жүйесі жүзеге асырылды. Жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі енгізілді. Енді азамат соғысы жүріп жатыр, сондықтан барлық адамдар еңбекке жұмылдыру керек, фабрика, заводтарда жұмыс істеу керек, жаңағы темір жолдарды, нелерді жөндеу керек. Содан кейін телеграфтарды жөндеу керек. Бұзылып қалған, істен шыққан жаңағы көпірлер бар, олардың бәрін қалпына келтіру керек. Енді соғыс жүріп жатыр, сондықтан жаңағы жас кішісіне қарамай, түгел барлығын жалпыға бірдей еңбекке міндеттілікті енгізіп, бәрін еңбекке салған екен. Және ақшалай жалақы орнына карточкалық паек берілді. Яғни тауар ақша жүйесі тоқтатылып, жалпы сауда жүйесі тоқтатылып, ақшаның орнына карточкалар енгізіп, оның барлығын үкімет өзі басқарып отыр. Қарап отырсаңыз, әскери коммунизм өте қатал саясат азамат соғыс жылдарында жүргізілген. Осы саясаттың нәтижесінде, осы саясаттың арқасында бір жағынан қызылдар жеңіске жеткен болатын. Енді жаңа экономикалық саясат. Енді жаңа экономикалық саясатқа көшудің не себебі туындады? Жаңа экономикалық саясатқа көшу, мен жаңа айтып кеттім, 1921 жыл сондай шешім қабылданды. Өйткені әскери коммунизм азамат соғысы болып жатқан кезде өте тиімді болды, қажет болды. Ал енді азамат соғысы аяқталды, қызылдар жеңіске жетті. Енді бұл саясаттың қажеті болмай қалды. Оның үстіне азық-түлік салғырты деген өте ауыр салық. Шаруалар жер-жерде жаңағы осы салғыртқа қарсы бой көтере бастады, төлегісі келмеді. Кім барын бере салғысы келеді. Оның үстіне оған деген қажеттілік жоқ. Өйткені азамат соғысын жеңіп шықты ғой қызылдар. Жалпы соғыстың өзі үлкен ауыртпалық тигізді. Мынау неге? Кеңес үкіметіне, жалпы оның ішінде Қазақстан тұрғындарына да. Сондықтан ары қарай осындай
соғыстан әбден шаршаған, соғыстан әбден күйреген мемлекетте осындай қатал саясатты ары қарай жүргізу қажеттілігі болмады. Керісінше, мынау азамат соғысынан кейін елді қайттан қалпына келтіру қажет болды. Сондықтан басқа саясат ұстану қажет болды. Сондықтан мынау 21-ші жылы жаңа экономикалық саясатқа көшу туралы шешім қабылданады. Бұл жаңа экономикалық саясат шамамен 21-25 жылдар аралығында жүргізілген болатын. Ең басты мақсаты мынау азамат соғысынан күйреген елді, кеңес елін қайта қалпына келтіру, қайта жандандыру. Бұл жаңа экономикалық саясаттың ең бірінші қадамы ол әрине мынау азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен алмастыру болған. Яғни бұрынғы азық-түлік салғырты тоқтатылып, енді азық-түлік салығы енгізіледі. Бұл өте жеңіл салық. Сіз шаруалар өнімнің мысалға белгілі бір бөлігін ғана береді. Мысалы 10%, 20, не 30% деген сияқты. Қалған өнімді өздеріне қалдырады. Яғни салық әлде қайда жеңілдетілді. Одан кейін жерді жалға беру, жалға алуға, жалдамалы еңбекті қолдануға рұқсат етілді. Бұның алдында бәрін жаңағы мемлекеттік меншікке айландырып жалға беруге рұқсат етілмеді. Жалпы кооперацияларға ештеңеге рұқсат етілмеді. Ал мынау жаңа экономикалық саясатта керісінше жерді жалға беруге, жалға алуға, жалдамалы еңбекті қолдануға, кооперациялар құруға, жекеменшік, енді кішігірім, орташа және кішігірім кооперациялар, жекеменшік сондай кәсіпорындарды құруға рұқсат етілді. Егер мына әскери коммунизм саясатында саудаға бәріне тыйым салынса, жаңа экономикалық саясатта керісінше жеке саудаға, жекеменшік кәсіпорындар құруға рұқсат берілді, яғни сауда жанданды. Егер әскери коммунизмне бәрінен біріне еңбек міндеткерлік енгізілген болса, ЖЭС-те бұл міндеткерлік жойылады. Енді соғыс бітті, бәрін жалпыға міндетті бірдей еңбекке тарту қажет емес. Және ЖЭС жылдарында мемлекеттік кәсіпорындар шаруашылық есеп жүйесіне көшірілді, ақша жүйесі енгізілді. Қарап отырсаңыз, бірте-бірте экономиканы жаңағы жандандыруға осындай қадамдар жасалған екен. Мынау азық-түлік салығы бірте-бірте жеңілдеп, 1924 жылдың 1 қаңтарынан бастап ақшалай түрде алына бастады. Мынау осы ЖЭС-тің нәтижесінде жаңағы егіс көлемі артып, мысалы 1924 жылы 2,1 миллионға, 28 жылы 4,4 миллионға дейін жаңағы егіс көлемі өскен екен. Яғни қарап отырсаңыз, ЖЭС өзінің жақсы нәтижесін көрсете бастады, жаңа экономикалық саясат. Мал шаруашылығы да жанданды. Егер 24 жылы 24,8 миллион мал басы болса, 1928 жылы 40,5 миллионға көбейген екен мал басы. Яғни жаңа экономикалық саясаттың өте тиімді жүргізіліп жатқаны. Түсті металлургия өнеркәсібіне өте көп көңіл бөлінді. Түсті металлургияның басты ауданы Кеңді Алтай болған. 1920 жылы Сантанин дермене зауыты салынды Қазақстанда. Сонымен қатар 23 жылы Риддер қорғасын зауыты одақта өндіретін қорғасының 40% берген екен. Атырауда Доссор, Махат мұнай кәсіпшіліктермен жалғастыратын тартабанды жол салынған екен. 27 жылы Қарсақбай мыс комбинаты мыс өндіруді бастаған екен. ЖЭС кезінде сауданың маңызы артты, жеке саудаға рұқсат етіліп, сауда күшейтілді. Мысалға 27 жылы республикада 75 жергілікті, 13 губерниялық, 7 өлкелік жәрмеңке жұмыс жасап, сауда айналымы 30 миллион сомға жеткен екен. Яғни жаңа экономикалық саясат, ЖЭС барлық салаларда, ауыл шаруашылығында да, саудада да, кәсіпорында да бәрінде өзінің оң нәтижесін осылай көрсеткен екен.